Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді үй жағдайында лечо салатын жасаймыз. Былтыр жапқан салаттарымның ішінен осы салат менің отбасыма өте қатты ұнады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен тәтті болғар бұрышын, қызанақты, петрушка болса петрушка, укроп, кинза барлығын жуып аламыз. Одан кейін тәтті болғар бұрышын жақсылатып тазалатып видеодағыдай турайтын боламыз. Негізі тәтті болғар бұрышының қызыл түрі болса тіптен жақсы, қызыл түрінен де пайдалануға болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін бізге қызанақ керек. Қызанақтың да қыздар тәтті, етті түрінен алған жақсы. Яғни қызанақтың түсіне байланысты салатымыздың да түсі дәл сондай болады. Ал егер де қызанағыңыз ақшылдау болса, лечо салатыңызда дәл сондай болып шығады. Енді қызанақты блендерден немесе мясорубканың көмегімен видеодағыдай барлығын өткізіп алатын боламыз. Видеоның описание бөліміне құрамдарын жазып қалдырамын, сол құраммен жасасаңыздар болады. Енді тағы да қалған қызанақтарымызды блендердің көмегімен барлығын салып, бір келкі етіп осылай араластырамыз. Сонымен қатар менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. YouTube каналымда күнделікті қолжетімді ингредиенттен жасалатын рецепттерді мен назарларыңызға ұсынып отырамын. Ал егер де қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да осындай бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Енді қызанақты бір қайнатып аламыз. Осылай қызанағымыз қайнағаннан кейін тәтті болғар бұрышын салып 5 минуттай қайнатамыз. Оған дейін қиярды кесеміз. Яғни қиярды қатты жіңішкелетіп тураудың қажеті жоқ, орташа қалыңдықта кесетін боламыз. Өйткені қатты жіңішкелетіп турайтын болсақ, біздің қиярымыз езіліп кетеді. Қиярды турап болғаннан кейін укроп, петрушка, кинза болса, одан да қоссаңыздар болады. Лечо салатының дәмі өзгеше болып шығады. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Енді 10 минуттан кейін дәміне қарай қантты саламыз, одан кейін тұзын саламыз, одан кейін иісі жоқ сұйық майымызды салып, тағы да барлығын осылай араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін енді туралған қиярды саламыз. Дәміне қарай чесноктан да саламыз. Мана айта кеткендей, видеоның описаниесіне қыздар барлығын жазып қалдырдым. Сол құраммен жасасаңыздар болады. Ал егер де көптеу жасағыңыз келсе, құрамын 2 есеге көбейтіп жасай береміз. Енді укроп, петрушка, чеснок, қарабұрыштан салып, газдың астын ашып, 5 минуттай қайнатамыз. 5 минуттан көп қайнатудың қажеті жоқ, өйткені қиярымыз езіліп кететін болады. Мінеке лечо салатымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал енді банканы әркім әртүрлі стерильдейді. 500 граммдық банкілерді қызармен астына су қойып, пеште 150 градуста 10 минуттай барлығын стерильдеп аламын. Бірақ та банкілерді салғаннан кейін барып, пештің астын қосатын боламыз. Өйткені егер пешті қосып қойып, банкілерді салатын болсақ, онда банкымыз сынып кетуі мүмкін. Дайын болған лечо салатын қыстай әртүрлі тағамдармен ұсынуға болады. Парақшам пайдалы, тіркелеміз достар.